Сәлем, менің есімім Крис. Және мен сіздерге өзімнің оқиғамды айтқым келеді. Мен бір күні әкем немесе ағам түрмеге отыруын таңдадым. Мен 13-те емеспін бе, оған бұндай таңдаулар керек емес. Біз өте көңілді отбасы едік. Бірақ бір күні анам өмірден озып кетті. Біз көп жыл бойы мұңайып жүрдік. Ал әкем болса, оның мінез-құлықтары шашылып кетті, және ол соның кесірінен көп ішетін болды. Ал әкем жұмыстан айырылғандықтан аз ақша тапты, және ол тапқан ақшаларын тек қана араққа құртатын. Және әкемнің көңіл-күйі дәл осындай суретте бейнеленді. Ал Брюс болса, менің сабағымды оқытты. Ол бүкіл нәрседен жеңіп шықты деген ойдамын. Және біз әкемізбен көп сөйлесіп, оның көп ішуін тоқтаттық. Брюске 18-ге толғанда ол ақшасын көп жұмысқа тұрды, бірақ бұл көп жалғасқан жоқ. Және де бізге 7-ші күні бір сюрприз күтті. Әкеміз болса бізге бейсбол билеттерін сатып алды. Ал біз болсақ бүкіл отбасымызбен жақсы көретін болдық деп ойладық. Бірақ әкем болса өзінің достарын кездестіріп қалып сол жерде қалды. Біз әкемізді 7-де машинаның алдында күтеміз деп ойладық. Әкемізге тез көбірек хабарластық, ал әкеміз болса бізге жауап берген жоқ. Біз оны ұзақ күттік. Менің ойлағанымдай ол көп ішіп қойды, және де бір өзі емес, және достарымен. Брюс болса қатты жындалды. Ол машинаның кілтін алды да, сен айдамайсың, өзім айдаймын деп алып қойды. Ал әкем болса жол бойы агрессивті болды. Ол Брюске сен аны істей алмайсың деп екеуі қатты ұрысып қалды. Сол кезде мен көзімді жұмып, құлағымды жауып алып, тыныш қана отырғанда машина секіріп қалды. Сол кезде соңғы көрген нәрсем терезенің сынуы болатын. Бәрі тез өтіп кетті. Мен көзімді ашып қарағанда қасымда жарақаттанған ағам Брюс тұрды. Ол ұйқысы келіп тұрды, және ол мені көргенде күлімсіреп маған қарады. Жағдайың қалай деді. Иә, біз аварияға түсіп қалдық, және бәрі жақсы болғаннан мен қуаныштымын. Ал әкем қайда дегенде, әкем оның жағдайы жақсы, оны полиция алып кетті. Мен есіме түскені, сендер ұрысып қалып едіңдер ғой деген есіме түсті. Ол мұңайды да, білесің бе, мен полицияларға машинаны әкем айдады деп айта салдым. Полициялар болса, әкем айдады деп ойлады. Сондықтан әкемді сол жақта арақ ішуді тоқтататын шығар деген ойда болдым деп полицияларға бердім. Бізді ертең үйге қайтаратынын білдім. Бірақ бір күн түнеп ұйықтап шығу керек болды. Мен ұйықтай алмадым, өйткені мен өтірік айтқым келмеді, және мен су ішкім келді. Білесіздер ме, коридорға шыққанда бұл қорқынышты фильмдердегі коридор болды. Мен жаман қорқтым, бірақ сонда да мен бүкілінен «Ей!» деп айтып шықтым, бірақ ешкімдер шыққан жоқ. Бір кезде мен жылап жатқан бір қызды көрдім. Оған бірдеңе айтайын деп едім, ол одан самай қатты жылады. Саған не болды дегенде, менің әкем велосипед айдап жүргенде оны машина қағып кетті деді. Және ол қазір комада жатыр деді. Және мен түсінген бойынша оны Брюс қақты. Иә, әкем емес, оған тек қана Брюс кінәлі болды. Әкем арақ ішкеніне кінәлі емес. Оған ең кінәлі Брюс болды. Мен Брюсті қатты итеріп оятып, әкемнің ешқандай кінәсі жоқ, оны сен ғой қаққан деп айқайлап жібердім. Ол болса маған жындалып, ал егер де әкеммен бірге қалсаң, сен өмірің жаман болатын еді, деді. Ал мен болсам маған мейлі, дедім. Мен ол қызды қатты ойладым, және ол апатқа кінәлі Брюс болды. Мен әкемді немесе Брюсті таңдағым келді, бірақ мен күнде есіме жаңағы қыз түсіп кете береді. Мен шындықты айтуды шештім.
әкемді ұстап бара жатқанда мен жүгіріп барып шықтым да айтқым келді. Ал әкем болса мені тоқтатты. Бізді оңаша қалдыра аласыздар ма? 1 минутқа дегенде полициялар кетіп қалды. Әкем болса маған тыныш, оны мен қаққандай болайын деді. Бірақ неге, әке, сіздің кінәңіз жоқ қой? Иә, балам, мен кінәм болмағанына бәрібір де сендердің өмірлеріңді бұздым деп кетіп қалды. 1 аптадан кейін бізді больницадан шығарды және де біз әкемізді түрмеден көруге рұқсат берді. Иә, әкем шын біздің өмірімізді құтқарып қалды. Бірақ жаңа қыздың әкесі көзін ашты және де ол қыз қазір жыламайды, ол қазір бақытты. Иә, сот өтті, әкемді 7 жылға қамап тастады, ал мен болсам Брюспен бірге қалдым. Біз күн сайын әкемнің тірі қалуын ойладық, ал Брюс болса осы кейпі үшін қатты мұңайып жүреді. Брюс болса әкемнің бүкіл жұмысын атқарады. Біз әкеміздің тез келгенін қалаймыз. Иә, достар, сіздерге анимация ұнаса, комментарийдағы каналға тіркелеміз. Аударып дыбыстаған Вейпстер.